Құрметті ханымдар мен мырзалары, қош келдіңіздер. Түстен кейінгі бірінші сессияға қош келдіңіздер. Халықаралық форумда отырмыз. Менің атым Тони Барбер. Мен сіздерді осы жерде көргеніме өте қуаныштымын. Менің қасымда Европа саясатының құрметті азаматы, Австрияның бұрынғы канцлері Себастьян Курц отыр. Бәріңізге рахмет. Шақырғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Бұл жерге болғаныма өте қуаныштымын. Сіздердің тәжірибелеріңізді ескере отырып, европалық саясаттағы тәжірибелеріңізді ескере отырып, біз бүгін Қазақстанда отырмыз. Бүгінгі әңгімемізді бастауға рұқсат етіңіздер. Таяудағы саммитті де айта кету керек. Бұл жерде Самарқандта болған Орта Азиялық саммит еді. Ол осындай үлкен ең бірінші осындай үлкен іс-шара болған еді. Бұл Евросоюзбен Орталық Азияның ортасындағы үлкен жақсы іс-шара болды. Ол жерде болғанда менде әртүрлі көзқарастар пайда болды. Ол жерде шикізат, энергетика, көлік мәселелерін талқыладық. Мен сіздерге қазір келесі сұрақ қойғым келеді. Бұл ынтымақтастықтың жаңа деңгейі. Біз бұл жерде осымен ғана шектеліп қалмаймыз деп ойлаймын. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Біздің әріптестігіміз бұдан да кеңейеді деп ойлайсыздар ма? Біріншіден сіздерге мынаны айтқым келеді. Мен осы саммиттің болғанына өте қуаныштымын. Ал қазір біз ерекше көзқарас бөліп отырмыз. Европа терең ынтымақтастыққа мүдделі. Егер сіздер Европалық одақпен жұмыс істейсіздер, Орталық Азиямен бірлесіп жұмыс істейтін, бұл жерде шикізат, энергетика саласындағы мәселелер көтеріліп отыр. Сонымен қатар бізде Европалық одақтың жұмыстары бірлесіп жұмыс жүзеге асырылып келеді. Кейінгі уақытта осының барлығы айтарлықтай өзгерді. Мен бала кезімде, жасөспірім кезімде осындай уақытта ойлайтынмын, осының барлығы бір-бірімен байланыста болады үнемі деп. Соңғы жылдары өзгеріп кетті. Біз неғұрлым фрагменттелген кезге тап болып, сол кезде өмір сүріп жатырмыз. Бүгінгі таңда көптеген европалық саясаткерлер әлі де Европа әлемнің орталығы деп сенеді. Бірақ қазір көп адамдар олай деп ойламайды. Европаға саяси ынтымақтастық керек. Осы ел сияқты, осы өңірлер сияқты жақсы мемлекеттермен қарым-қатынаста болуы керек, жақсы ойынды жүргізу үшін. Қазіргі уақытта Ресеймен қарым-қатынас өзгеріп кетті, бұзылды, соғысқа байланысты. Еуропалық одақтар және Құрама Штаттар президентімен қандай да бір шиеленісті қарым-қатынастың барлығы дұрыс тұрғыдан орнын жүзеге асырылады деп сенемін. Қазіргі уақытта мен осы өзіміздің ынтымақтастыққа бағытталған осы бағдарламамызды жақсы тұрғыдан жүзеге асыра аламыз деген сенімдемін. Қазіргі уақытта өздеріңіз біліп отқандай, қандай да бір шиеленіс жоқ. Осындай қандай да бір-бірімізбен қарым-қатынасымыз дұрыс тұрғыдан қалыптасады деген сенімдемін. Украинамен соғыс жүріп жатыр, әлі Қытаймен да қандай да бір хаттамалар болып жатады. Осылардың барлығын есепке ала отырып, осы қарым-қатынастарды Вашингтон мен Мәскеумен қарым-қатынастар жүзеге назарға ала отырып, біз әлі де Қытаймен қарым-қатынасты жақсартуға тиістіміз деген ойдамыз. Осылардың барлығы Еуропалық одақпен Қазақстанның қарым-қатынасы ол қандай бір фундамент құратынын біліп отыр. Болжамдап отырмыз. Осы прагматикалық
тәсілді қолдана отырып біз логикалық тұрғыдан біріміздің қарым-қатынастарымызды осы тұрғыдан қарым-қатынастарымызды басқара аламыз. Ресеймен, Қытаймен, батыспен қарым-қатынастарымызды жақсарта аламыз деген сенімдемін. Осының барлығы тек қана дұрыс тұрғыдан жүзеге асырылуға тиіс деген сенімдемін. Осының барлығы Европа елдері біз өзімізді қандай да бір ақылға қонымды қарым-қатынастарды қалыптастыра білсек, осының бары жақсы нәтижеге алып келеді. Шикізатқа, энергияға туралы айтатын болсақ, біз әлі де ол тапшылық бізде. Бізде сұйық табиғи газ жеткіліксіз, жағдайымыз әлі де жақсарған жоқ. Энергетикаға қатысты, шикізатқа қатысты біздің әлі де тапшылығымыз бар екенін айтап отыру керек. Сондықтан да Орта Азиямен және басқа да елдермен қарым-қатынасты қалыптастыру біз үшін өте маңызды болып табылады. Персидский заливпен де жұмысымызды жүзеге асыра білуіміз керек. Австрия бейтарап кішкентай мемлекет. Біз осы екі жақта көпір салатын мемлекет деп өзімізге сенеміз. Және жекемен өз басым осындай қатынастардың жақсарғанына өте мүдделімін. Елдердің ортасында Украинамен соғысты аяқтау керек деп ойлаймын. Украинамен қарым-қатынасты бір қалыпқа келтіріп, дипломатиялық жолдарды жақсарту керек. Және үлкен державалармен қарым-қатынастардың ортасына жақсарту керек. Бұл жерден мынандай тәуекел тұр. Евроодақ өз алдына осындай мақсат қойып отыр. Бұл жолда бізге Қазақстан серіктес ретінде өте қажет деп ойлаймын. Біз Австрия бейтарап держава ретінде бәрін жан-жақты қолдау көрсеткіміз келеді. Бұрын канцлер болудың алдында сіз Австрияның премьер-министр болған, сол кезде қандай сыртқы істер министрі болған кезде қандай жұмыстар жүргіздіңіз, және сіздер Орта Азияға қандай мүдделеріңіз болып еді, қызығушылық таныттыңыздар ма сол кезде? Және Орта Азияны сіздер қай тұрғыдан қарастырдыңыздар? 13-17 жылдары сіздер осы лауазымда жұмыс істеген едіңіз, және бұл 22 жылға дейін, бұл 22 жылы Ресей Украинаға басқыншылық жасағанға дейін болған еді, және ол кезде Американың президенті Трамп болған еді. Сіздің осы Орта Азияға деген көзқарасы Австрияның қандай болғанын айтып бересіздер ме? Біз үшін бұл өңір өте маңызды болған. Бұл жерде біз экономикалық ынтымақтастықта болдық. Мен министр ретінде, сыртқы істер министр ретінде өзімнің әріптестерімен, осы өңірдегі әріптестерімен жиі кездесіп отырдым. Ал қазір жағдай өзгерді. Бұрынғы кезде еске алсақ, мен сыртқы істер министрі болған кезде бұл өңір энергетикасымен және шикізаттарымен белгілі болған еді. Ал Қазақстанға бүгінгі күнде қарасақ, бұл жерде аты саласы жақсы дамып келе жатыр, жасанды интеллект жақсы дамып келе жатыр. Бұл жерде көптеген нәрселер өзгерді, және неше түрлі өзгерістер жатыр. Бұл және менің ойымша бұл табысты деп ойлаймын. Бұл жақта егер де цифрландыруды дамытса, Қазақстан бұл жерде жоғарғы деңгейде болып отыр, және бұл бізді таң қалдырады. Және мен сыртқы істер министрі болған кезде, ол кезде жағдай тіпті басқа еді. Ол кезде, ал қазір өте дамып келе жатыр жан-жақты Қазақстан. Сіз қазір мүмкіндіктерді айтып отырсыз. Қазір жалпы саясатқа тартылып, тек қана энергетикалық шикізат ретінде қарамай, басқа да деңгейлерге, салаларға назар аудару керек деп ойлаймын. Кеше мен бір үкімет мүшесінің біреуінің сөзін тыңдадым. Ол жерде бұл орташа державалар деген терминді естіген едім, және бұған Қазақстанда қосылады. Бұл шағын мемлекет үшін өте өзекті термин. Мен
тек үш қана үлкен ойыншыны ғана көргім келмейді. Олардың ортасына орташа мемлекеттер мен шағын мемлекеттерде кіру керек деп ойлаймын. Ал Қазақстанға бұл терминді қолдануға болады деп ойлаймын. Бұл тек қана орта держава емес, орташа аудиториядағы студент сияқты, біреудің лекциясын жазып отырған аудиториядағы студент сияқты ғана өзін сезінбеу керек. Егер басқа тұрғыдан қарасақ, қазір Қазақстан қандай дүние жүзіндегі жағдай өте қолайсыз болып тұрғанына қарамастан, Европа мен Россияның ортасында, Ресейдің ортасындағы қарым-қатынаста өте шиеленісіп тұрған кезде, Евроодақтан сыртында Қазақстан, осы Орта Азия мемлекеттері бұл жерде өте жағымды рөл ойнауы мүмкін. Қазіргі кезде дүниежүзілік саясатта өте қиын жағдай болып тұр, ал Орта Азия бұл жерде үлкен рөл атқарады. Біз мүмкіндіктерді қарастырып тұрсақ, шағын мемлекеттер, кішкентай мемлекеттер бұл жерде өте табысты болуы мүмкін. Оған мысалға Араб Әмірліктерін алуға болады, Сингапур мемлекетін алуға болады. Солардың тәжірибесін қарастыруға болады. Бұл мемлекеттердің тәжірибесінде табыс қай жерде болса да мүмкін екенін көруге болады. Тек қана Американ немесе басқа үлкен ойыншыларды алуға ғана айтып керек емес. Бұл жерде инновацияда, бұл жерде интеллект салаларында алға ұмтылуға болады. Сіз қалай ойлайсыз? Бұрынғыларды ескере отырып айтылғандарды. Көптеген Еуропа елдері өздерін әлемнің ортасы деп сезінеді. Ал қазір қалай деп ойлайсыз? Қазір еуропалықтар басқа мемлекеттерге құлақ аса ма, тыңдай ма? Араб Әмірліктер, Сингапур мемлекеттеріне тыңдай ма? Бұның бәрі нақты бір мемлекетке қараған алуға болады. Еуропалық одақ біздің жүйеміз тек қана ең үздік қана деп ойламайды. Біз дүниежүзінде сыныптағы ең жақсы шәкірттеріміз деп өзін санайды. Еуропа саясаты дүниежүзін өзіне қарату керек, оларға лекция оқу керек деп басқа елдерге. Ал екінші тұрғыдан қарасақ, көптеген саясаткерлер бар. Әсіресе бизнес секторға қарасақ, көптеген менеджерлер, басшылар шын мәнде басқа елдермен қарым-қатынас орнатып, олармен өзара әрекеттескісі келеді. Дүниежүзімен жақсы қатынастар орнатқысы келеді. Менің ойымша, Европада біршама адамдар бар, өздерін бүкіл дүниежүзін өзіне қаратып, елдің бәріне өзінің ақылын айтқысы келеді. Бірақ та бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Және ынтымақтастық жасағысы келетін басқа елдерге өзіне қатар ретінде қарайтын адамдар одан да көп деп ойлаймын. Және Қазақстанмен бизнес жүргісі келетіндер көп. Әрине, бұл тағы да айтып кететін жағдай. Қоғамдық пікірге көзқарас болып табылады. Европадан тыс, Солтүстік Америка тарапынан. Егерде біз алатын болсақ, барлық қақтығыстарды алатын болсақ, біраз уақыттардан кейін европалықтарға түсінікті болды. Қандай жағдай түсінікті оларға. Шын мәнінде бізді қандай да бір көзқарасы бізге жүктеп отыр. Біз қандай да консенсустарға ие болуға қиын болып тұр. Европалық одақ, бұл жерде 27 қатысушы мемлекеттер бар. Олардың барлықтары бірлесіп, қандай да бір Европалық одақ шеңберінде бірлесіп отырмыз. Евроодақтың девизі өзі әртүрлілігімен ерекшеленеді. Бұл Европалық одақта қандай да жағдайлар бар. Әртүрлі пікірлер болады, әртүрлі тәсілдер бар. Кейбір мәселелерге қатысты айтатын болсақ, осының көбінде оң бір көзқарастар қалыптасқан, оң сәттері көп. Біз қандай да бір бірыңғай компромиске, қандай да бір бірыңғай түсінікке келіп тоқтала аламыз. Европалық одақ қандай да бір консенсусқа ойдағыдай қол жеткізіп отыр.
алайда батыс пен шығысты, оңтүстік пен солтүстікті салыстырып келтіруге болмайды. Бұл жерде біз тағы да айтып кететін бір мәселе, ол өте бірегей, сондықтан да біз қорықпауымыз керек. Бұл бізді қайтадан күшті қылып береді. Сыртқы саясат туралы айтатын болсақ, біздің позициямыз, көзқарасымыз бірыңғай болу керек. Әртүрлі позициядағы сұрақтар да өте көп. Рахмет сіздерге. Мен көптеген сұрақтар қоюға дайын екен адамдар. Сұрақты микрофонға беріңіздер, аудармашылар естілмейді. Микрофон алсыздар. Мен өткен Австриядағы Қазақстанның елшісі болып табыламын, ОБСЕ-нің мүшесімін. Айтқым келіп отырғаны, бұл ОБСЕ-нің азиаттық версиясы болып тұр, бірақ жетілдірілген. Сондықтан да Себастьян Курц өзінің айтқан пікірін айтқым келіп отыр. Кезінде ол кісі Қазақстанға келем деп сөз берген, сол өзінің уәдесін орындап отыр. Барлықтарымыз сізге ризашылығымызды білдіреміз. 17 жылы Себастьян мырза министр болған сол кезде. Және сол сәтте ол әртүрлі бас хатшының сайлауы жүріп жатты. Мен екінші бөлімшенің, ОБСЕ-нің екінші бөлімшесінің басқарды. Менің сізге сұрағым, қарым-қатынастар туралы келді. Европалық одақ пен Орталық Азияның қарым-қатынастары қандай? Осы конференция оған кіреді ме? 2007 жылғы. Осы сәтте сыртқы істер министрлігі Швецияның ұсыныс жасаған еді. Қандай да бір шағын модель ұсқан қарым-қатынастардың Норвегия елдерімен, Скандинав елдерімен, Прибалтика елдерімен, Орталық Азия елдерімен қандай да бір шағын қарым-қатынас ұйымдастыру керек. Қандай да бір осы модельді қалай іске асыру болады, қарым-қатынастар моделін? Скандинав елдерімен, Балтика елдерімен осының барын қалай, осы қарым-қатынастарды қалай біздің Орта Азия елдеріне біріктіруге болады? Менің сұрағым осындай. Жаңа стратегия. Бұл қандай стратегия? Қарым-қатынастар стратегиясы, Евразиялық одақ стратегиясы, Евроодақ елдердің стратегиясы, Орталық Азия стратегиясы емес. Ал біз соны осы тұрғыда бір қандай да бір шағын альянстарды жасауға бола ма бізге? Орталық Европа бойынша бірқатар елдермен, шағын елдермен жұмыс істеу керек. Қарым-қатынастар, Орталық Азиямен қарым-қатынастар жүзеге асырылып келеді. Біз жеке деңгейде осы сұраққа қойып отырмын. Сіз өте жас министр болдыңыз, Австрияның жас канцлері болдыңыз, Австрияның. Мүмкін сіз сол осы жастарға, Қазақстанның жас азаматтарына және Орталық Азияның азаматтарына, жас азаматтарына қандай өз тарапынан не жасауға болатыны туралы, маңызды рөл атқару үшін не жасау керек екен туралы айтып өтуіңіз мүмкін. Мен ойлаймын, өзіңіздің сіздің пікіріңіз логикалық тұрғыдан айтып отырса өте орынды. Сондықтан да мен айтатыным, осы барлық өңір үшін, осы өңір үшін орталық шығыс Европадан жақын болады, Португалия, Испания емес. Сондықтан да Европалық одақ шеңберінде біз бір-бірімізбен инвестициялар жүргізу керек екен туралы қатты қандай қажеттілік туындап отыр. Осының барлығын біз не істеуіміз керек? Оны талқылауға тиістіміз. Және көп адамдарға ол өте қызығушылық танытуы мүмкін.
екінші сұрағыңызға қатысты айтқым келіп отырғаны, мен үшін үлкен мәртебе осындай жас таланттармен, Қазақстанның жас таланттарымен, кәсіпкерлерімен танысып отырғаныма қуаныштымын. Қазақстанның әлеуеті өте жоғары. Осының барлығын, өзімнің барлық энергиямды, мансабымды бастаған кезде саясатқа назар аударып едім. Енді қазір мен айтатын келетіні негізгі Бұл бірінші кезекте сізге не ұнайтынын өздеріңіз білулеріңіз керек. Сіздер өздеріңіз жалпы дамуға қандай роль атқаратындарыңызды және бұл бағытта өте көптеген жұмыстар жүргізулеріңіз керек. Мен 15 жыл болды саясаткер болған кезде болдым, ал қазір жеке сектордың өкілі болып отырмын. Мен қазір сіздерге басқа бір өз ойымды айту қиын болса да, мен сіздерге не ұнайтын, не ұнамайтын айтқым келеді. Сіздер өздеріңіз немен айналысқылар келетіндеріңізді білулеріңіз керек, және сол бағытта жұмыстарыңызды жүргізулеріңіз керек, және бұл жерде энтузиазммен жұмыстарыңызды жүргізулеріңіз керек. Рахмет. Мен енді тағы да бір сұрақ қоюға мүмкіндік бергім келіп тұр, бірақ сұрақ қысқа болу керек. Сұрақ естілмейді, микрофонсыз айтып жатыр. Бұл жағдайда нейтралитетті серіктестік шегінде қандай бейтараптыққа қалай жетуге болады? Аустрия бейтарап, әскери тұрғыдан бейтарап болып танылады, бірақ бұл Австрияда саяси өзінің ойы жоқ деп, пікір жоқ деп айтуға болмайды. Біз Евроодақтың мүшесіміз, және Аустрия өмір бойы санкциялардың бәрін қолдап отырды. Евроодақтың салған санкцияларын қолдаймыз. Сіздің сұрағыңызға жауап бере отырып, әскери жағдайда қалай бейтарап болу керектігін айтып келеді. Бұл біздің конституциямызда жазылған, бұл біздің шешіміміз емес, бұл конституцияға қатысты осылай. Аустрия өзінің пікірі бар, бірақ бейтарап ел, ол бір жақты қақтығыстарды бір жақты қолдайды, өзінің пікірін білдіреді, бірақ бейтарап ұстайды өзін. Мен де Аустрияда жұмыс істеген едім 1980 жылы, бірақ мен ол туралы естімеппін. Қазір жаңа нәрселерді біліп отырмын. Соғыс аяқталғанға дейін, Аустрия Евросоюзға, Евроодаққа қосылға дейін мен жұмыс істеген едім Аустрияда. Қазір Аустрия өте қатты өзгерді. Осымен біздің уақытымыз бітті. Біздің қонағымызға алғысымызды білдіреміз. Себастьян Курцқа бізге уақыт бөліп келген үшін рахметімізді білдіреміз.